Қызылорданың тумасы Мағжан да, Ақтөбелік Дәурен де жастайынан дін жолын таңдады. Екеуі де ілімді шетелде алды. Қазір біреуі найып имам, ал екіншісін заң қылмыскер деп таныды. Бірінші ұстаз көру керек, ұстаздың алдынан өту керек. Діннің негізін ол шетелден қаласа, шетелдің менталитетіне үйлестірілген түрде, соған құралған түрде дінді үйренеді. Ал ол бізге келген кезде, біздің салт дәстүрге, санамызға қарсы келіп, ол елге келгенде сыйыспай, керісінше қарсы немесе отрицательный ол нелер алып жатады, соққылар алып жатады. 2009-да оқу мақсатымыз шығып кеткен. 2009 жылы. Қай елге? Бірінші Дамаск қаласына бардым. Кейін себептерін визаның несі біткен болды. Кейін мен депорт қылып шығарып жібердім. Мағжан ата-анасының рұқсатымен, мүфтияттың қадағалауымен білімін ислам әлемінің Гарварды, Әл-Асқарда шыңдады. Дін негіздері факультетінің хадис бөлімін таңдапты. Абайша айтсақ, рухани жетілген, кемеліне келген толық адам тағылымына ұмтылады. Әл-Асқарлық үлкен докторлардың Қазақстан деген көзқарасы әрине өте жоғары. Біріншіден, қазіргі жағдаймен жүйелі отқан студенттердің көбісінің жағдайы өте күшті. Немесе олар барған кезде бірден арабша оқып кете алады, бірден білімге кірісіп кете алады. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты 9 медресе колледж бар. 80-85% діни білім беріледі. Қалған 15-20% бұл зайырлы білім. Құранды толық жаттағым келеді дейтін болса, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты 6 қарилық орталық бар. Медреседен тағы да жоғары білім аламын дейтін болса, біз Нұр Мубарак университетін ұсынамыз. Дәурен елдегі медреселерде місе тұтпады. Діни сауатын ашпастан шетел асты. Тіліміз бөлек болғанмен, дініміз бір деген әсіре ұранның күшімен жарамдыдан жарамсызды аңдамады. Керектіні керексізден таңдамады. Топ етіп, террорлық топтың торына түсті. Сирияға аттанып, құлдықта болды. Кейін елге кісенмен оралды. Джейшхур дейді, жергілікті халықтар өздері демократиялық мемлекетін құрмақшы болды. Бұларды ислам мемлекетін құрмақшы деп, солай, яғни әркімге жерін бөліп береді деп аудармашы керек болғандықтан істеді. Араб тілінен орысша. Дәурен сияқты шариғатқа шала жастар құлқынын тыймаған, айылын жимаған, бейбіт ортаны бүлікпен қинаған шейх-сымақтардың шапанына оралып, ойлағаны жала, ниеті қара ұйымдарға бұйдаланып кетті. Білімсіздер білімдіге жау, көздегені дау. Шет мемлекетте түрлі ағымдар, түрлі жамағаттар бар. Олар бірінші курсқа келген балдарды таңдап отырып, талдап отырып, өздерінің үйлеріне, өздерінің хужраларына, өздерінің бөлмелеріне, дәрісханаларына алып кетіп, сөйтіп сол жерде өздерінің идеологиясын оқытады. Материалды жағынан да көмектесіп, соңында солардың бір жаңағы өкілі немесе жанашыры болып елге қайтуыңыз да мүмкін. Қай саланы болмасын ілгерілететін білікті кадр. Сондықтан елімізде діни білім берудің озық үлгісі қалыптасқан. Облыс әкім грантының талабына сәйкес, жалпы 25 түлектің ішінен 5-еуі сәйкес келді де, Нұр Мубарак Ислам мәдениет университетінің ақпаратына сәйкес, жалпы бізде 111 студент оқып жатыр. 25 түлек бітірген былтыр. Оның барлығы дерлік жұмыспен қамтылды. Мағжан да туған жеріне туын тікті. Шәкірт тәрбиелеп, ағарту ісімен айналысуда. Ал Дәурен қылмыскерлерді қолдаған үшін абақтыда отыр. Ел кемісі ақылменен жоғалар, адасқандар білімменен оңалар.